Сәлем балалар, бірінші сынып әліппе сабағы 7-ші сабақ. Буын 4 түлігім байлығым тақырыбы. Бүгінгі сабақта біз 4 түлік туралы өтетін боламыз. Қазақ халқы 4 түлік малға түйе, жылқы, қой және сиыр жануарларын жатқызған. Қазақ халқы осы төртеуін 4 түлік деп атаған. Қазақтың ауыз әдебиетінде 4 түлік малды құрадың деген тіркес жиі кездеседі. Бұл дегеніміз дәулетіне сәулет сай адамдарға арналып айтылған сөздер. Яғни, бай-бөрі деген бар екен ежелде. Бай-бөрі малға бай екен. 4 түлігі сай екен. Халық 4 түліктің әр қайсының сақтаушы иесі бар деп ұққан. Яғни, түйе атасы ойсыл қара, жылқы атасы қамбар ата, қой атасы шопан ата, ал зеңгі баба сиыр атасы деп атаған. Ал енді кітаптағы суретімізге қарайық. Мұнда берілген 4 түліктің төлдері. Бірінші суретке назар аударамыз. Бұл бота. Бота түйенің төлі. Бота сөзінде 2 дауысты дыбыс болғандықтан 2 буынға бөлінеді. Келесі жануар құлын. Құлын жылқының түлігі болып табылады. Құлын сөзі 2 буынға бөлінеді, өйткені құлын сөзінде 2 дауысты дыбыс бар. Үшінші суретте тұрған ол бұзау. Бұзау сиырдың төлі болып табылады. Бұзау сөзінде 2 дауысты дыбыс болғандықтан бұзау сөзі 2 буынға бөлінеді. Ал ең соңғы тұрған ол қойдың төлі қозы. Ал балалар, қозы сөзін буынға бөліп көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар балалар. Қозы сөзінде 2 дауысты дыбыс болғандықтан қозы сөзі 2 буынға бөлінеді. Ал балалар, енді төмендегі суреттерге қарайық. Мұнда ойлан және тиісті сөздерді тап. Балалар, бірінші бөліктегі суреттерге қараңдар. Мұнда 2 жануар берілген. Олардың біріншісінің аты ешкі, ал екіншісінің аты түйе. Демек, осы суреттің қайсысы 2 буыннан тұрады? Әр суретке тиісті аттарын буынға бөліп көрейік. Ешкі. Ешкі сөзінде 2 буын бар екен. Ал түйе сөзін буынға бөліп көрейік. Түйе. Демек, түйе сөзінде де 2 буын бар екен. Демек, бұл жердегі 2 суреттегі атаулар да мұндағы буынның сызбасына сәйкес келеді. Ал енді екінші бөліктегі суреттерге қарап көрейік. Мұнда буынның сызбасы 3 бөліктен тұрады. Демек, суреттегі сөздердің қайсысы 3 буыннан тұрса, осы сызбаға сәйкес келеді деген сөз. Бірінші суретте ірімшік тұр. Ірімшік сөзін буынға бөліп көрейік. Ірімшік. Демек, ірімшік сөзі 3 буыннан тұрады екен. Ірімшік сөзі буынның сызбасына сәйкес келеді. Ал келесі суреттегі алаша. Алаша сөзін буынға бөліп көрейік. Алаша. Демек, алаша сөзінде де 3 дауысты дыбыс болғандықтан 3 буынға бөлінеді. Демек, бұл жердегі әр сурет буындардың бөліну санына сәйкес келеді екен. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және осы каналға тіркеліп алыңдар.